5 числа учителя Казахстана отмечали профессиональный праздник. Встречали их в Аккорде на самом высоком уровне. Рота почетного караула по стойке смирно приветствовала гостей, которые вошли в резиденцию через те же двери, что и лидеры государств. Такой вот почет. Всех будет видно на фотографии. Не видно, дорисуем. Такое чувство волнения. Но вроде как не волнуемся, как здесь. Да, очень приятно, конечно. До начала мероприятия небольшой инструктаж. Так, когда читается фамилия, вот фамилия, первые буквы фамилии пошли, надо сразу подниматься с места, сразу, и начинать выход сюда. Первый ряд, понятно, что вот по прямой, а вторые, третьи ряды только через центр. И чтобы избежать любых неловкостей, сотрудник администрации делает еще одно важное напоминание. Киргизде президент Кустаманда, когда поздравляет президента, иногда вот он за руку возьмет и может не отпускать, то есть когда фотографии поворачиваемся. Поэтому чуть-чуть надо ближе, чтобы вот так вот не растягивать. Вот хорошо. После виновников торжества ожидали угощения в зимнем саду Аккорды, но сначала мы решили спеть. На площадке появился министр просвещения Гани Бейсембаев. Учителя признались, что не ожидали такого внимания. Когда уже много-много лет поработаешь, такое ощущение, что тебя забывают. Я никому не дам забыть наших педагогов. Спасибо, мы чувствуем. Потому что вы герои нашей современности, педагоги настоящие герои. Это инициатива президента поздравить, наградить вас. В Казахстане принят специальный закон о статусе педагога. Он защищает права и интересы учителей. Например, их освободили от любой дополнительной работы, не входящей в их прямые обязанности. Значительно повышена зарплата, и тенденция продолжается уже несколько лет. Осы заңға сәйкес Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы атағы енгізілді. Бұл жай атақ емес, мәртебелі мемлекеттік награда. Оның егеріне қомақты сыйақы беріледі. Республика бойынша 46 мұғалім осы наградаға ие болды. Сондай-ақ қазір ұстаздарға академиялық дәрежесіне сәйкес үстеме ақы төленіп жатыр. Халықаралық олимпиада жүлдегерлерін дайындаған мұғалімдерге қаржылай қолдау көрсетіледі. Педагог мамандығы бойынша оқып жатқан студенттердің шәкірт ақысы 2,5 есе көбейді. Биыл болашақ ұстаздарды даярлау үшін 16 мыңға жуық грант бөлінді. Соның ішінде шамамен 1800 алтын белгі иегері педагогика мамандығын таңдады. Бұл өте жақсы үрдіс. Учителя воспитывают нацию, и кроме содержания образования в этом важном деле важна и инфраструктура. Учиться должно быть комфортно, и по соответствующему профильному нацпроекту в следующем году в Казахстане построят 217 новых школ почти для 500 000 детей. В них будут созданы все условия для учеников с особыми потребностями. Құрметті ұстаздар, мұғалімнің мәртебесі қашанда бәрінен биік. Ұлы тұлғалардың өзі ұстазының алдында шәкірт болып қала береді. Бір сөзбен айтсақ, барша жетістіктің бастауында ұстаз тұр. Ұлттың болашағы ұстаздың қолында. Менің мақсатым ұстазды қоғамымыздың басты кейіпкері ретінде дәріптеу. Себебі сіздер бала оқыту арқылы келешектің кірпішін қалайсыздар. Қазақстанның дамыған ел болуына зор үлес қосып жүрсіздер. Сіздердің табанды еңбектеріңіз ерекше құрмет пен жоғары марапатқа лайық. Бүгін мен сіздерге Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы атағын беру туралы шешім қабылдадым.
После церемонии награждения глава государства сейчас фотографируется. Обратите внимание, президент зовет поближе учителей, чтобы они встали. И памятное фото в честь праздника. Это было в четверг, когда сообщили о том, что я, в принципе, в пятницу уже должна быть в Аккорде. Это было крайне неожиданно. И так получилось, что на сбор у меня было всего 2 часа, и даже не было времени осмыслить, подумать, кому-то рассказать. Поэтому я думаю, вот сейчас то, что происходит здесь, будет просто такой вот новостью и сюрпризом вообще не только для моей семьи, но и для коллег, и для всей нашей области. Сізге осы награданы аласыз деген жаңалықты қай уақытта жеткізді, сол кезде қай жерде едіңіз? Мен осы награданы аласыз деген жаңалықты директормен 6 сабақ беріп жатқан кезде сол уақытта айтты, бүгін жолға шығыңыз, ертең сағат 10-ға дейін Астанада болуыңыз керек деп. Сізді шақырып алды ма, жоқ әлде сыныпқа келіп айтты ма оны? Шақырып жатыр деді, сосын өзі келіп айтты ол кісінің. Ол кезде оқушылар жоқ. Оқушылардың Ләзза Игоревна, сізді 1 минутқа бола ма деп шақырды. Сосын барып айтты. Классқа оралған кезде оқушыларға айттыңыздар ма? Мен айта алған жоқпын, бір түрлі басқаша күйде болдым, сенімсіз ба. Енді бір жағынан кеудемді толық мақтаныш кернеді, екінші жағынан жаңағы ыңғайсыздандым. Енді қазір осы жаңалықты кімге жеткізесіз ең алдымен, кімге хабарласып? Ең бірінші осы награда алатын туралы уже бүкіл ұжымым біледі. Ең бірінші бұл ұжымның маған деген құрметі, сенімі, Ұлытау облысының сенімі, сол кісілерге жеткізем бірінші. Шашумен күтіп тұрған шығарсыз деді. Мүмкін. Учитель, научи меня трудной науке среди людей оставаться человеком, любить правду, только перед ней одной преклоняться. И чтобы жизнь, даже пригибая наше тело к земле, никогда не могла сломить нашего духа. Это очень сильно. Мына президенттің қолынан награда алу дейтін мен үшін, тем более қазір пенсия жасында жүрмін. Бір күн шақырып осындай награда бергені өте қуаныштымын да, еңбектің еленгенін. Сондықтан ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейді. Сондықтан ұстаздық всегда үлкен почетный звание деп мен білемін. А вы откуда? Я из Кокшетау, канал 24KZ. Мне так сказали, я, знаете, не придала ничего значения. Думала, грамоты и все, грамоты там, и дадут. А здесь было, знаете, я поняла, что, это достойно оценили. Наверное, приятно это очень.